Футбол бұл өмір. Ал 13-ші сектор арнасы футбол ақпараттарын жеткізуші арна достар. Бүгін біздің арнамыздан көретін жаңалықтарыңыз. Криштиану Роналдоға BBC арнасы тискеннен кейін басқалары да тисе бастады. Поль Погба мен оралам деп құлшынып отыр. Ал Сауд Арабиясы қайтадан барлық мықтыны қатарларына қоспақшы. Осы және басқа да футбол ақпараттары бүгін сіздердің назарларыңызда. Достар, еңбегімізді бағалап, лайктарыңызды басып, арнамызға жазылып отырыңыздар. Ал енді біз бастаймыз, кеттік. Достар, бұл мәселені кеше ғана талқылап өткен болатымыз. BBC каналы Криштиану Роналду негізгі уақытта гол сала алмай қалды пенальтиден. Сол кезде Мистиано пеналду деп жазған болатын BBC арнасы. Және де осы арнаға қосылып Криштиану Роналдуға тискендер көп болған екен. Соның бірі Манчестер Юнайтед. Манчестер Юнайтед пенальтидан мүлт кетпейтін Бруно Фернандеш деп өздеріне пост салған екен. Ал енді бұл әңгіме кейбір Роналдудың жанкүйерлері Роналдуға тисіп жатыр деуі мүмкін. Тисуі де мүмкін, бірақ та тискен күннің өзінде нақты тискен жоқ. Криштиану Роналдуға емес, Бруно Фернандешке пенальтиді беру керек деп айтқан жоқ. Жай ғана Бруно Фернандеш әдемі тебетеді негізі пенальтиді деп қана қойды. Жай сипап өтті. Оның алды, оның жанында Бернардо Силва да жаймен тисіп өткен сияқты болды Криштиану Роналдуға. Себебі Бернардо Силва Бруно Фернандешпен сурет салды да, оның жанына жазып қойды. Бұл менің досым, пенальти тебудің профессоры деп жазған екен. Бұл да Криштиану Роналдуға тиіп кеткен шығар деген ой бар. Жалпы BBC каналы соңғы серия пенальтида гол сала алмай қалса, егерде Роналду тағы да бірдеңке дайындап қойған шығар, бәлкім. Құдай оңдап, Роналду айту соңғы серия пенальтида әдемі гол салды. Не дегенмен де Роналдудың арқасында хейт жинап алайын деген шығар BBC, ол мақсатына толықтай жетті деп айта аламыз. Бірақ та басқалары не үшін Криштиану Роналдуға тисіп жатыр. Евро 2024 ширек финалдағы ойындар жақындап қалды. Бұл ширек финалдағы ойындардың ішіндегі ең мықты ойындардың бірі ол Португалия, Франция ұлттық құрамасының ойындары. Өте ерекше ойын болады, бүкіл әлем көз тіккен ойын болады. Екі мықты бір жерде ерте кездесіп қалды деп айтсақ та болатын шығар. Бірде екіде финалда кездессе де жарасар ма еді дегенде ойлар туады. Енді бұл жерде ерекшелігі өте мықты құрамдар бір-бірімен кездесіп жатыр. Топ ұлттық құрамалар кездесіп жатыр, және де шәкіртпен ұстаз десек те болатын шығар. Себебі Роналду өзі жеке барып ештеңе үйретпесе де, Роналдуға қарап бой түзеген Килиан Мбаппе өзінің кумирімен кездесетін болады осы алаңда. Сондықтан да бұл ойын өте қызық болады достар. Енді біреу жеңет, біреу жеңілет деп айту өте қиын ойын, болжам жасау қиын. Енді бұл ойынға әлі уақыт бар. Егерде сіздер оған дейін де біз тамаша ойындарды білеміз десеңіздер, біздің осы 13-ші сектордың демеушісі 1xbet 13-ші сектор атты промокод беріп отыр. Осы промокод арқылы кіретін болсаңыздар 200 мың теңгеге дейін бонус ала аласыздар. Бұндай мүмкіндікті жіберіп алмаңыздар. Жіберіп алмас үшін осы видеоның астындағы сілтемеге өтсеңіздер жеткілікті. Поль Погба деген жігітті ұмытып қалған жоқсыздар ма? Ойыншыны бұл Поль Погба жақында сұхбат берді. Мен әлі тірімін достар. Мен футболға оралатын боламын. Мен ол үшін сіздерге уәде беремін деп сұхбат берді. Енді қазір операцияға қайта қаралымға допинг қолданбағанның соның нәтижесін күтіп жатыр. Операцияға тағы да берді. Мен берілмеймін дейді. Мен және де футболға ораламын. Мен түбіне жетемін деп отыр. Негізінде басында бұған айтты: сен мойында, біз сені 2 жылға футболдан шеттетейік, содан кейін қайтып келесің де. Жоқ, бұл мойындамады. Одан ерте қайтып келгісі келді. Бәлкім теріс нәтиже шығады деп ойлады. Соның нәтижесінде 4 жылға бірақ кетіп қалды. Енді 4 жылдан кейін оралатын болады. Бірақ қазір тағы да операцияға беріп тастаған. Егерде теріс нәтиже берсе, допинг жоқ екен десе, Поль Погба қайтадан футболға оралады. Егерде бар деп оң нәтиже берген күннің өзінде 4 жылдан кейін оралады. Енді 3 жылдан кейін. Бәлкім енді мен қазіргі таңда жаттығулар жасап жүрмін. Формамды жоғалтпаймын, қанша уақыттан кейін болса да мен футболға ораламын, және де сол күнді асыға күтудемін дәл қазір, деді Поль Погба. Сауд Арабиясы сатып алуды тағы да бастады дейміз ба, қалай дейміз? Де Брюйнеге көз тіккен екен. Де Брюйнені қатарларына қосқысы келеді. Ал Де Брюйне болса өзінің сұхбатында: менің қазір Манчестер Ситидағы жағдайым жақсы, қалтамда қалың, бәрі орнында. Бірақ енді ерекше бас тарта алмайтындай ақшасы маған, менің бала шағама, немерелеріме жететіндей ақша ұсынып жататын болса, неге бармасқа
деді. Осындай намек тастап қойды енді Сауд Арабиясына. Одан бөлек Манчестер Ситидан Аль Наср клубы Эдерсонды алғысы келеді екен. Және де бұл жайлы келіссөздер ауызша басталды деген ақпараттар бар. Ал бізге жеткен ақпараттар бойынша Эдерсонға Аль Наср клубы жылына 30 миллион евродан 2 жылдық келісім шарт ұсынған екен. Бұның да нәтижесі жақын арада белгілі болады. Эдерсон Аль Насрдың қақпашысы болып кетуі әбден мүмкін. Одан бөлек Пиоли мырза, Миланның бұрынғы бас бапкері Пиолиді қазіргі таңда Аль Иттихад өздерінің қатарларына шақырып жатыр. Басты жұлдыз ол жерде Бензема 2 бапкерді орыннан шығарып жүрген, өзі келгелі бері. Сондықтан да Пиоли Аль Иттихадқа баратын болса Бенземамен жақсы араласуы керек. Енді Пиоли да өзінің жағдайын жасап алып, қайтадан топ клубтарға өзі армандаған АПЛ-ға келуіне болады. Жалпы Сауд Арабиясы бір жағдайды түзеп алу үшін барып қайтатын жер деп ойлаймын мен өзім. Бүгінге осы достар, назарларыңызға рахмет. Біздің арнамызға жазылып, оның үшін сектор арнасын қолдап жүріңіздер. Біз сіздер үшін күнделікті футбол ақпараттарын шығаратын арнамыз, достар.